жылы Бөрлі ауданы мен Күллі Ақжайық өңірі үшін Березовка мен Бестау ауылдарына көшіру бағдарламасының екінші кезеңі сәтті жүзеге асырылған кез болып тарихта қалды. Қарашығанақ мұнай-газ кенішінің санитарлық қорғаныс аумағы кеңейтілуіне байланысты Қазақстан үкіметі елді мекендерді көшіру туралы шешім қабылдаған еді. Тұрғындарды қоныстандыруға кетер шығынның барлығын Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы өз мойнына алды. Ауылдықтарға арналған жаңа үйлердің құрылысы да үлкен жауапкершілікке толы іс болатын. Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын мүлтіксіз ұстанады. Ауылдарды көшіру жобасы да осы міндеттен туындаған еді. Үкімет қаулысына сай елді мекендерді көшіру жұмыстары түгелдей дерлік аймақ басшылығының толық бақылауында болды. Бүкіл шығынды КПО өз мойнына алды. Консорциум өз қызметінде әмәнді сапаға баса мән береді. Сондықтан тұрғындарды жаңа жерге қоныстандыруды Қазақстан Республикасының заңдары мен халықаралық стандарттарға сай қылуды мақсат еттік. Осы күрделі бағдарламаны орындау үшін құрылған комиссия құрамына Бөрлі аудандық әкімдігі, КПО компаниясы мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері кірді. Комиссия ең алдымен ауыл тұрғындарының талап-тілектеріне баса мән берді. Олармен кездесулер өткізіліп, сауалнамалар мен анкеталық жұмыстар жүргізілді. Ауылдықтармен диалог орнату мақсатында дөңгелек үстелдер мен ашық есік күндері ұйымдастырылды. Кейбір тұрғындар Ақсай қаласынан жайлы пәтер алу туралы тілегін білдірді. Ал ауыл өміріне үйренген азаматтардың бір бөлігі жеке жер телімі бар жер үйлерге көшкенді қалады. Олардың бәрінің өтініші ескерілді. Осыған дейінгі қонысы секілді жайлы баспанаға орналастырылды. Үйлерді бөлу ісінде комиссия мынандай ұстанымда болды. Яғни, берілер баспананың аумағы тұрғындардың бұрынғы үйінен кем болмауы тиіс. Әр адамға 15 шаршы метр деп есептегенде кей кездері берілген баспананың әлдеқайда үлкен болғанын айта кету керек. Бұдан бұрын тәуелсіз бағалау компаниясы мен шаруашылық нысандары мен жер телімдеріне берілер өтемақының мөлшері де тағайындалды. Сонымен қатар, әрбір отбасыға көшу шығындары мен жаңа пәтерлерге орналасу қажеттіліктерін өтеу мақсатында бір реттік жәрдемақы да төленді. Бұл процесс екі кезеңмен іске асырылды. Алғашқы кезеңде Ақсай қаласындағы екі көп пәтерлі үйге әлеуметтік осал топтағы азаматтар қоныстандырылды. Олар соғыс ардагерлері, бірінші және екінші топ мүгедектері және мүгедек баласы бар отбасылар. Барлық пәтерлер бірден қоныстануға лайықталған. Едені төселіп, газ плитасы мен ас үй жиһаздары да орнатылған. Бұл баспанаға құрылыс компаниясы 3 жылға кепілдік берді. Егер осы мерзім ішінде әлде бір ақау немесе өзге де кемшіліктер байқалса, мердігер өз есебінен жөндеу жасап, түзеп береді. Ақсайға алғашқы кезеңде көшіп келгендер мұндай оң өзгеріске риза екендігін білдірді. Бұл жаңа үйлерге денсаулық сақтау нысандары мен мектептер және демалыс орындары тиіп тұр. Отбасымызда 8 адам бар. 2 бөлмеде 2 пәтер берілді. Әрқайсының ауданы 61 шаршы метр. Осылайша 120 шаршы метр баспанаға ие болдық. Балалар да риза, біз де қуанып қалдық. Әйелім екеуміз зейнеткерміз. Мұнда бүкіл жағдай жасалған. Жағдайымыз жақсы. Жұбайым екінші топ мүгедегі болғанмен қалаға жақындағанымыз көңілден шықты. Көшірудің екінші кезеңінде Ақсайда 9 қабатты 2 үй бой көтерді. Аралтал ықшам ауданында 3 бөлмелі 50 үй салынды. Олардың аумағы 95 шаршы метр. Бұған қоса, ауданы 105 шаршы метр болатын 4 бөлмелі 50 үй тағы салынды. Барлық үйлердің жеке шаруашылық жерлері бар. Әрбір үйге 10 сотықтан жер берілген. Жайлылығы жөнінен бұл үйлер қаладағы пәтерлерден кем түспейді. Күллі коммуникациялар жүргізіліп, жолына дейін салынған бұл жер тұтас бір ықшам ауданға бергісіз. Аралтал ықшам ауданы өте сәтті таңдалып алынған. Бұл жер Ақсайдан небәрі 50 шақырым жерде орналасқан, қатынауға оңай. Бұл тіпті қалада тұратын тұрғындар үшін де қолайлы. Жалпы Березовка мен Бестау тұрғындарымен осы жоба басталғалы бері байланыс орнаттық. Олардың талап-тілектері мұқият зерттеліп, көптеген
консультациялар жүргізілді. Тұрғындарға құқығы түсіндірілді. Еңбекпен қамту мәселесіндегі барлық түйткілді тұстарда талқыланды. Дәрігерлер мен мұғалімдерге жаңа мекеннен жұмыс берілді. Ал өз кәсібімен айналыспақ болған шаруаларға жер телімдері ұсынылды. Сонымен қатар кәсіпкерлер басқа жерге көшкен кезде бизнестен айырылған үшін өтемақы да алды. Көшіру бағдарламасының барлық талаптары барынша түсінікті болу үшін КПО 8 ақпараттық брошюра жасап шығарды. Мұнда көшіру мәселелеріне қатысты барлық жайт қарастырылып, түсінік берілген. Сонымен қатар тұрғындармен нақты сұрақтарды талдап, жауап алу үшін де кездесулер ұйымдастырылды. Ежелден қалыптасқан дәстүр бойынша КПО әлеуметтік жобаларын іске асыру ісіне әдеттегідей тек қазақстандық құрылыс компаниялары тартылды. КПО тапсырыс беруші ретінде жұмыстардың сапасын жіті қадағалап, жұмыс кестесінің берілген мерзімге сай болуын бақылап отырды. Жаңа үйлердің құрылысы кезінде біз сапаның жоғары болуына баса мән бердік. Берілген мерзімге дейін салып үлгеруді де естен шығармадық. Сонымен қатар арнайы талаптар мен техника қауіпсіздігінің талаптары ескерілді. Бұл мәселелер ұдайы біздің назарымызда болды. Ұжым мүшелері де бізге үлкен жауапкершілік жүктелгенін жақсы түсінді. Бізге артылған сенімді абыроймен ақтадық деп ойлаймын. Біздің мекеме үшін Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясымен серіктес болып жұмыс жасау жоғары жауапкершілік және үлкен мәртебе. Тапсырыс берушінің жоғарғы талаптарын тек білімді мамандар орындай алады. Сол себепті сол талаптарға сәйкес жұмыс жасауға біздің мекеме тырысады. Тағы айта кететін жағдай, Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясымен жұмыс жасаудың нәтижесінде біздің мекеме өндірістік деңгейін көтерумен қоса мамандарымызды шыңдап білікті ұжым қалыптастырды. Осындай маңызды нысанды аяқтау бізді қуантады. Құрылыс жұмыстарын осы жердің болашақ тұрғындары да өз бақылауына алды. Ынталы топтың құрамына кірген азаматтар іргетас құйылған кезден бастап кірпіші қаланып, үй пайдалануға берілген кезге дейін қадағалап жүрді. Ынталы топ мүшелері жерлестерінің барлық ескертуін жинап, оны бірлескен комиссияның отырысына ұсынып, бірге талқылады. Құрылыс жұмыстары көңілімізден шықты. Біздің талап тілегімізге құлақ асып тыңдағанына қуаныштымыз. Қажет болса кеңес те бердік. Мысалы, Аралталық шамауданы Березовкалықтар үшін өте қолайлы жерде орналасқан. Тіпті жұмысы жоқтар үшін де ыңғайлы. Өйткені қалаға барып келіп, қатынау жеңіл. Көшіру процесінің барынша ашық болуы мемлекеттің және қоғам бақылауында болды. Құрылыс жұмыстары кезінде де азаматтар жаңа пәтерге көшкен кезде де ұдайы назарда болды. Салынған нысандарды аралаған ел парламенті мәжілісінің депутаттары да мұндағы өзгерістерді өз көзімен көріп танысты. Әлбетте, бұл жұмыстар Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің де ұдайы бақылауында болғанын айта кету керек. Облыс әкімі Алтай Көлгінов жұмыс сапасына көз жеткізіп, кестеге сай екендігін анықтау үшін құрылыс басына бір емес бірнеше мәрте келді. Березов және Бестау ауылдарының тұрғындарын көшіру елбасының тікелей бақылауында болды. Және біз үшін ең маңызды міндет ауыл тұрғындарын уақытылы көшіру болып табылды. Көшірудің барлық кезеңдері ашық түрде жүргізілді. Мемлекеттік және әлеуметтік бақылау қатаң болды. Ең алдымен тұрғындардың мүдделері ескерілді. Барлық тұрғындар үй-жаймен қамтамасыз етіліп, бұрынғыдан да жақсы жағдай жасалды. Бұл Батыс Қазақстан облысы әкімдігі мен КПО компаниясының ортақ жұмысының нәтижесі деп айтуға болады. Бірлескен комиссияның жұмысы жүйелі түрде өткізіліп, бұл жиында атқарылған жұмыстардың нәтижесі сарапқа салынды. Сонымен қатар, жобаны жоспарлау және жүзеге асыру процесіне халықаралық дәрежедегі сарапшылар да жұмылдырылды. Экологиялық және әлеуметтік мәселелер бойынша халықаралық дәрежедегі консалтингтің компания саналатын ARM серіктестігінің көшіру жұмыстарын жоспарлау бойынша тәжірибесі мол. Компания бұл жұмыстарды әлемнің әр түкпірінде және Қазақстан аймақтарында да жүзеге асырды. Батыс Қазақстан облысындағы Тұңғыш ауылының тұрғындары мен Атырау облысындағы Сарқамыс ауылының адамдарын көшіру жобасы осыған мысал ретінде келтіруге болады. Сондықтан ARM компаниясын КПО арнайы шақырды, Березовка мен Бестау ауылдарының тұрғындарын халықаралық талаптарға сай көшірусіне көмек көрсетуге жұмылдырды.
Біздің халықаралық командамызбен үлкен жұмыс орындалды. Әлеуметтік экономикалық мәліметтерді жинақтау үшін Березовка мен Бестаудағы тұрғындардың барлығы да сауалнамаға қатысты. Біз көшіру ісі бойынша шаралар кешенін дайындап, ашық есік күндерін өткізуге де қатыстық. Мұндай тұрғындарға жағдай барынша айқын болу үшін кейбір мәселелерді түсіндіріп, қажетті нұсқаларды да көрсеттік. Осылайша олар өз таңдауын дұрыс жасай алды. Бөрлі ауданының әкімдігінде де арнайы қызмет ашылды. Яғни, Бөрлі мен Березовка аудандарының кез келген тұрғыны мұнда орнатылған байланыс телефонына хабарласып, өзін мазалаған мәселелер бойынша сұрақ қойып, жауап ала алады. Осы мәселе бойынша әрине көптеген сұрақтар туындады. Сол сұрақтарды шешу бойынша аудан акиматы біршама жұмыстар жүргізді. Біршама мәселелерді КБ-мен бірге араласып шештік. Қазіргі ең басты мәселе халық көшіп келгеннен кейін оларды жұмысқа орналастыру. Осы мәселе бойынша аудан акиматы жұмыстанып жатыр. Біз үшін ең бастысы тұрғындардың пікірі. Сондықтан тұрғындарға қалай қолайлы екендігін анықтау үшін сауалнамада жүргіздік. Кейбірі ауданның әкімшілік орталығынан пәтерлерге қоныстанғысы келетінін айтты, ал енді бірі жеке жер үйлерді таңдады. Березовка мен Бестауды көшіру жобасы бойынша 1800-ден астам адам көшірілді. Олардың барлығына да жаңа көпқабатты үйлер мен Ақсай қаласындағы Аралтал ауданындағы жер үйлерден пәтерлер берілді. 70 жастағы Жұмакез әже Березовкада 20 жылдан бері тұрады. Мұнда өсіп өніп, 2 ұлын аяқтандырды, немере сүйді. Конечно, жалко столько лет прожить. Құтты мекен болған қонысымды қимаймын. Жастық шағымның куәсі болған жер еді. Жазда жөндеуге, бақша егуге кірісесің. Көршілеріңмен бірге әңгіме дүкен құрғанның өзі бір ғанибет. Енді ауылдастардың барлығы да бір үйде тұратын боламыз. Көңілге жұбанышы осы. Жайлы пәтерлердің берілгені де қуантты. Бүкіл жағдай жасалған. Жобалау және құрылыс жұмыстары кезінде адамдарға жайлы жағдай жасау керектігі жан-жақты ойластырылды. Ақсай мен Аралтал ауылындағы үйлердің бәріне орталықтандырылған су және газ құбыры жүргізілді. Жол салынып, жаяу жүргіншілер жол салынды. Балалар алаңы мен көлік тұрағы да ескерілді. Жеке үйін көп қабатты үйдегі пәтерге ауыстырғысы келмейтіндердің де өтініші ескерілді. Бұл жобаның өте маңыздылығы және де өте қысқа уақытта іске асырылғанына қарамастан жоба Қазақстан Республикасының барлық талаптары мен стандарттарына сәйкес орындалды. Оған қоса келесідей жобаның сандарына тоқталсақ, 50 мың шаршы метрге жуық тұрғын және әлеуметтік нысандар іске берілді, қосылды. Аралтал ауданында 8 шақырымдай жол асфальтпен жабылды. 100 километрдай құбыр газ және су жүйелеріне салынды. Бұл жоба шынымен де барлық қатысушыларға өте маңызды болды. Жер емген Геймур әулеті жеке тұрғын үйді таңдап, Аралтал ықшам ауданынан салынған жер үйді таңдады. Березовкада олардың үлкен бау бақшасы болған екен. Енді ерлі-зайыптылар жаңа мекенде де бау бақшасын баптауға кіріспек. Бұл үшін оларға барлық жағдай жасалған. 10 сотық жерде суаруға қажетті су да жүргізілген. Аралталда алған үйіміз үлкен 3 бөлмелі. Біздің Березовкадағы үймен салыстырғанда бөлмелері де жарық. Мұна үйіміз жақсы екенін айтқым келеді. Ваннасы мен дәретханасы да үйдің ішінде. Біз ауламызда баттандырып, жасыл желек отырғызып жатырмыз. Жаңа жерге де жатсынбай үйреніп кетеміз деген үміттеміз. Әрине туған ауылымызды ұмытпаймыз, өйткені ол жерде біздің бір бөлшегіміз қалғандай әсердеміз. Жаңа жердегі тұрғындар саны артқаннан кейін инфрақұрылымды ұлғайтып, қосымша әлеуметтік нысандар салу қажеттігі туындады. Мәселен, Қарашығанақ бір ықшам ауданында 320 балаға арналған балабақша салынды. Мектепке дейінгі ұйым үшін заманауи интерактивті және лингафон қондырғысы сатып алынды. Спорт құралдары мен балалардың жан-жақты дамуына қажетті қондырғылардың барлығымен қамтамасыз етілді. Ал Аралтал ықшам ауданында 300 оқушыға арналған жаңа мектептің құрылысы аяқталды. Бұл білім ордасы заманауи оқыту жүйесінің талаптарына сай. Енді мұнда
Березовка мен Бестау ауылдарынан келген балалар білім алады. Биыл мне 17-ші жылдың деген 26-шы қыркүйек күні мен деген мына Аралтал ықшам ауданында 4 бөлмелі пәтердің кілтін алдым. Отбасым өте қуанышты, бөлмелері кең, жарық, ішіндегі барлық жағдайлар жасалған, ауласы кен. Енді көктемде жоспарда ағаш егеміз, бау-бақша егеміз. Осы Аралтал ықшам ауданындағы мектепке қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалім болып кіремін. Оқушыларым да осы мектепке келеді. Солармен ары қарай өз жұмысын жалғастырамын. Үйім осы жерде болғандықтан мектепте менің қасында. Сондықтан да мен ойлаймын, мен үшін барлық жағдайлар жасалған деп. Жақсының жаттығы жоқ. Қазір жаңа һәм жайлы мекенге қоныс аударған тұрғындар жаңа өмір бастады. Бірақ алда бұдан да үлкен жұмыстар күтіп тұр. Енді әлеуметтік жауапкершілік әріптестікке негізделген істер мен өңірді тұрақты дамыту және батыс қазақстандықтардың тұрмысын жақсарту бағытындағы жұмыстарға кірісу керек.